Алматы мың бояудың және үлкен мүмкіндіктердің қаласы. Мұнда да басқа мегаполистердегідей шешімін таппаған экологиялық проблемалар бар. Басқа мегаполистермен қатар бұл қаланың да түйткілді шешетін өз батырлары бар. Бұл шешімдер ауаның, топырақ пен судың тазара түсуіне, қалдықтардың екінші рет кәдеге асуына, ал энергияның сарқылмайтын көздерден алынуына бағытталған идеялар, жобалар мен технологиялар. Олар туралы сіздер бүгінгі Green-Tech бағдарламасынан біле аласыздар, ал мен Әлия Махамбет өздеріңізді жасыл технологиялар әлеміне шақырам. Үлкен қала, үлкен мүмкіндіктердің ғана емес, кейде тіпті жайсыздау эко жағдайдың да мекені. Мәселе мұндағы тұрғындардың көптігінен, автокөлік қозғалысының, инженерлік желілерге түсетін салмақтың, қалдықтар мен қоқыс үйіндісінің де артуында. Алматыда да осы жағдай. Адам қолымен жасалған әр әрекеттің табиғатқа, экологиялық жағдайға тигізер әсері бар. Шынында да соңғы жылдары Алматыда ауаның ластану мәселесі күрделеніп барады. Оған басты себеп өнеркәсіптік нысандардың көп болуы. Зауыттар мен жылу электр станцияларынан бөлек жеке тұрғын үйлердің де экологияға түсетін салмағы артып барады. Қала әкімшілігі түрлі шаралар қабылдап жатыр. Адамдардың мәдениеті мен әдебіне оң ықпал ететін стратегиялық шешімдер де қарастырылған. Бүгінде жергілікті билік қаладағы экологияны жақсартуға арналған процестердің негізгі күші. Мұнда экобелсенділермен бірлесіп әрекет етеді және экологиялық жобалар мен жасыл стартаптарға барынша қолдау көрсетеді. Біз қазір жасыл экономиканы, оған өтуді жоғары қарқынмен қабылдап түсініп келеміз. Бізде барлығы жақсы дамған деп айтуға болмайды. Оған енді ғана бағыт алдық. Біздегі барлық энергия ресурстарын сарқылмайтын көздерден алып, қоршаған ортаға орасан зияны тимес үшін өнеркәсіптік зауыттарды қала сыртына шығару сияқты маңызды әрі көлемді шаралар жүзеге асырылуы керек. На каждого Казахстан Әрбір қазақстандық күніне жарты килограмм қоқыс тастайды. Олардың қоршаған ортаны ластаудағы үлесі аз емес. Дегенмен қоқысты сұрыптаумен айналысатын алматылық компания қызметкерлері айналаға келтірер залалды азайтуға әбден болады дейді. Қалдықтарды сауатты игеру эко жағдайды жақсартудың ең оңтайлы жолы. Қайталама шикізатты тапсыра отырып, қайырлы іс жасауға және пайда табуға болады. Бүгінде бұл алматылықтар арасында трендке айнала бастаған. Алматы. Біздің компания 2016 жылы құрылып, Алматы қаласының әкімдігі мен қоқыс сұрыптайтын кешеннің құрылысы жөнінде келісімге қол қойдық. Қоқысты сұрыптап қана қоймай, қайта өңдеумен де айналысамыз. Отходов города в годовом объеме. Компания жылына 550 мың, тәулігіне 1000 тонна қоқысты сұрыптайды. 1000 тонн. Бүгінде қоқыс сұрыптайтын кешен макулатура, әйнек, пластик құтыларды бөліп қайта өңдеу зауытына дайын өнім алу үшін жібереді. Сондай-ақ түрлі металдар да қайта өңделеді. Алматы қаласындағы экологиялық проблеманың бірі ауаның газбен ластануы. Оған себеп қатты отынды пайдаланатын жеке сектор және жылу электр централдарының қалдықтары. Сондай-ақ автокөліктен шығатын газдар. Көліктің барлық түрі ауаға канцерогендер мен улы заттар таратады. Экологтардың мәліметінше, қоршаған ортаны ластайтын заттардың 64% автокөліктерге тиесілі. Мұны карантин кезіндегі оқшаулану үрдісі де дәлелдеп бергендей. Дәл осы уақытта көлік қозғалысы тоқтап, Алматы ауасы әлде қайда тазара түсті. Дегенмен карантин көпке созылмайды, ал электр көліктеріне өту проблеманы шешудің амалы бола алады. Жақында мұнда электр қуатымен жүретін такси іске қосылды. Бұл транспорттың басты артықшылығы экологиялық тазалығы. Данный проект является... Бұл жоба бірегейлердің қатарында. Алғашқы электр такси қызметі. Бұл көлік 24 киловаттық батареямен және 150 шақырым еңсеретін қуаттағышпен жабдықталған. Особенность электротакси. Электр таксиінің ерекшелігі атмосфераны ластамайтынында. Бұл 100% экологиялық таза транспорт. Міне, Алматы осындай. Жасыл бастамалар жүзеге асатын жасыл қала. Экологияға, ауаға, топыраққа, су ресурстарына түрлі әрекеттер мен көптеген фактор әсер етеді. Сондықтан бұл проблеманы шешу кешенді түрде қолға алынып, жасалатын іс-шаралар жоспары
әр кезеңге бөлінген. Оны жүзеге асыруда күн сайын экосаналылық танытатын қала тұрғындары да үлкен рөл атқарады. Жасыл экономика мен таза технологиялар басты назарда, енді тек нәтижесін күтеміз.